Жақсы. Мынандай әріптестер, мынандай бір сұраққа мән берейік. Жоғары оқу орындарында кәсіби тарихшыларды да дайындап жатыр қазір. Кейбір жоғары оқу орындары, Абай атындағы педагогикалық университет, Қазақ ұлттық университет, Фараби атындағы, Гумилев атындағы университет болсын. Сол кәсіби тарихшыларды дайындауда қандай бізде мәселелер бар? Соған тоқталсақ. Соны дұрыс дайындап жатырмыз ба қазір? Жалпы жоғары оқу орнына тарих факультетіне түскен студенттердің осы тарих пәніне деген қызығушылықтары аса жоғары деп айта алмаймын. Көбі адасушылықпен келіп түсіп жатқандар. Жоғары оқу орындарында ең басты негізгі мына бірінші курстан бастап қатты баса мән беруіміз керек. Баса мән беру керек. Бірінші курстан бастап қызығушылығын арттырмаса, бірінші курстың сабақ беретін мұғалімдердің, оқытушылардың өте деңгейі де жоғары, сабақты жақсы түсіндіре алатындай, қызығушылықтарын арттыра алатындай мүмкіндіктері болу керек. Сонда ол бірінші курстан жақсы қызыққан, төртінші курсты бітіргенше олардың санасы оянады. Ал кейде бірінші курста қалай болса солай жүріп, екінші курста аттап өтіп, үшке келген кездерде бір жақсы түсіндірілген сабақтардан тәлім алып жататын студенттер болады. Сонда айтқандары да бар, бізде бірінші курстан осылай оқығанда көп нәрсені ұғынғанда екенбіз ғой деген сияқты мінекей. Сондықтан енді ол жерлерде негізгі даярланып жатқан студенттерде мынау кредиттік жүйе міне жоғары оқу орнында өзінің тағы да зиянын келтіріп жатыр. Өйткен себебі бұл жерде көп мына оқу жоспары бағдарламасы бойынша көптеген сағаттар қысқартылған. Емін еркін оқытуға, семинарларда мысалға, сонымен қатар өзіндік жұмыс жасатуға мүмкіндік жоқ. Тақырыптың өзін емін еркін оқытуға мүмкіндік жоқ. Ал мектептен бастап қалай тарихқа қызығушылықты ояту керек? Сол бізді мысалы қазір жас біздің жеткіншектер көріп отырған шығар біздің бағдарламаны. Тарихқа қызығушылық қалай ояну керек? Жалпы тарихты кеңірек оқыту үшін қосымша сабақтарды көп өткізу керек. Қосымша баланың өздігінше жұмыс істеуге, өздігімен қызығымен, әрине, өздігімен жұмыс жасауына мүмкіндік жасау керек, бағыт бағдар беру керек балаға. Жоғары оқу орнын бітіріп, орта мектептерге жас маман ретінде барған мамандардың алдынан біраз кедергілер кездеседі. Бірінші материалды жағдай, олардың арғаратай жас маман ретінде ондай мүмкіндіктер бар. Қазір сол осы бағдарлама арқылы көптеген дипломмен ағылып жатыр ауылға. Бірақ бір жылдан кейін олардың арғаратай қайтып келіп жатқандары бар. Өткен себебі олар мынау тарихқа өзінің мамандығына қызыққан адам, ол қандай қиындық болмасын, керісінше ол өзінің сол мамандығынан ләззат алу керек. Міне, тарихты балаға түсіндіре отырып. Ал өнен кейін мектепте тағы бір мәселе бар. Осыны жалпы мектептің педагогикалық ұжымдары ескеру керек. Ешкім аяғы аспаннан салбырап түскен жоқ. Ең бірінші жас маман келді ма, оны жақсылап, бағыт бағдар беріп, тәрбиелеп, үйрету керек мектептің ұжымының өзі. Егер оның бойында жақсы ұмтылыс қабілеті болатын болса, ол арғаратай оны алып кетеді. Мынау осы тарих пәні бойынша электрон мультимедиалық Қазақстан тарих пәнімен бойынша мультимедиалық электронды оқулықтар жасадық. Біз Еркін екеуміз соның авторы болдық. Осыған атсалысқанбыз. Оның ерекшелігі бұл жерде мынау ішінде деректерге құндылығы, құнды деректерге бай электронды оқулық. Бала өзі ол оқушыларға, мектепке, орта мектептерге енгізіледі. Енді құда қаласы енгізіледі. Ол жерде бала көріп отырады да, бұл жаңа оқулықты кино көріп отырғандай, өздігімен дайындалуға мүмкіндігі көп. Өткен себебі ол жерде диктор өзі оқып тұрады, түсіндіріп, айтып, суретпен шығып отырады. Құнды мысалға суреттер, анау архивтік деректер, сонымен қатар қосымша керек қандай тағы материал білгісі келеді, хрестоматиялық тұрғыдан жаңағы тағы да мәліметтер алынады. Ішінде тесі бар, қосымша сұрақ жауаптары бар, тапсырмалары бар. Құрметті көрермендер, бүгін біз жас ғалымдармен, жас тарихшылармен отан тарихын зерделеудің жаңа жолдары туралы пікірлестік, сол туралы ой қозғадық, ой қостық. Енді бағдарламаның аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Өздеріңіздің ойларыңызды тұжырымдап, бір 4-5 сөйлеммен жеткізсеңіздер. Мынау ұлт тарихын тану арқылы ұлттық сана оянады. Ұлттық санасы мықты халық, рухы биік халық.
Сондықтан бұл жерде тарихтың өзінің кішкентай бөлшегі бұл туған өлкені зерттеуден басталады. Сондықтан осы нәрсеге көп мән берсе деп айтамын. Тарихты бұрын жазбаша түрде зерттеп жүрдік, енді ауызша әдістер де шығып жатыр. Бірақ екеуін салыстырмалы түрде ауызша тарихты да ауызша деректер, бірақ ол жазбаша түрде, салыстырмалы түрде дерекке негізделген күйде зерттесе, және осы туған өлкедегі әр аймақтардың тауы, тасы, жаңа айтып жатқан этнографиялық, археологиялық тұрғыдан барлығы осының аясына кіреді. Сондықтан осы мәселеге орта мектептерде болсын, әрбір аймақтар болсын, осыған баса назар аударған жөн деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі біз талқылаған тақырып отан тарихын зерделеудің жаңа жолдары. Сол жаңа жолдары туралы бүгінгі студия қонақтары өз ойларымен бөлісті. Мен ойлаймын, біздің отандық тарихтың, отан тарихын зерттеудің болашағы бар. Өйткені жаңа леп келе жатқан сияқты, жаңа қауымдастық құрылып жатыр. Тарихшылар, жас тарихшылар осы іске белсенді қатысып жатыр. Жаңа оны өздеріңізде естідіңіздер. Сол себептен мен ойлаймын, біздің отан тарихының, Қазақстан тарихының болашағы өте зор деп. Көріскенше күн жақсы. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Рахмет.